Сау саламат тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар? Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Қанағат қылсаң, көңілің сейіледі. Шүкірлік етумен қанағат етпеу титтейде қайшылықты емес. Көңілің сейдің көтеріңкі жүрем десең, екеуін ұштастыра біл. Көз алдағы нысанаңа жеткесін, келесін көздей біл, бірақ ауырлана көрме, өз орныңды дұрыс мөлшерлейтін бол. Қанағат дегенде алға ұмтылтатын серпін күш. Сізбен біз мынандай бір адамдарды да кездестіріп жатамыз. Шаршы топтың арасында басы кекірейіп, көзі шекірейіп, жүзінен салқын пандық леп атқан. Өзінен басқа кісі жоқтай нәнсіген бір адамдар. Тағы біреулер бар. Өзінің қандайда қандай керемет екенін ел білмей қалама деп, қайда барса да көкекше өз атын өзі шақырып әлекке түсетін. Олар мың кішпейілсіп тұрса да, секірмек үшін шегініп тұрса да, көңілінде шынайылығы кем келіп жатады. Мұндай адамдардың елден артықшылығы барда болсын, бірақ олардың кереметтігі мен парасаттылығы шіркінай бола қоймас. Себебі олар өзінен басқада өзге ел, бәр әлемнің кеңдігін, білімнің шексіздігін бірге келе жатқан үш адамның біреуі қалайда маған ұстаз бола алады, сияқты жөнді біліп жатқан жоқ. Астамсып тым ішкірейіп кеткенде айналасындағылардың ығырғып алады. Енді бір түрлі адамдар бар. Қас қабағынан жаңа жайлы, қоңыржай леп есіп, күліп қағып, қалжың айтып, өзгені де күлдіріп, ешкімге кінә тағып, ренжімейтін жайсаң жанды адамдар. Олар көңілі қанағатқа толған риза пейілді жандар. Тоқмейілсумен қанағат бет екі мағынасына қарағанда өз жағдайында халқына көңілі толып болып көрінеді. Іш жүзіндегі ішкі тиянақ пен сыртқы көрінім мүлде парықты келеді. Екеу ара алшақтықты зор сенімін саналады. Ал түрінен қарағанда қанағат болсын, тоқмейілдік болсын, сыртқы объект деп шарт жағдайымен іліктесіп те кетпейді. Бір адам өзінің тұрмыс қалпында көңілі толып, қанағатпен қараса, ол оның төрт құбыласының тең кемеріне кеміп тұрғанда емес. Қайта оның өзін өзі шамалай білетіндігі мен объекті болмысты дұрыс қабылдағандығы мен көңілінде қомағайлық жоқтығымен байланысты. Өзін өзгелермен салыстырып әуреленбейтіндігі, ішін кең сақтап, тұрмысқа бағзор қарайтындығы, өз тұрмысын сырттың әсерімен ықпалына тебірентпей, басқа салғанды байыппен көтере білетіндігіне байланысты. Анау асқақтаған адамдар шынында өздеріне соншама сенімді, мақтанғанға лайық, өзінің бүкіл ісіне риза. Өзгеден артық демейсің. Сен бажайлап байқасаң, олардың да паңданғандай тым тамаша болып тұрғандығын танисың. Психология назариясы бойынша айтсақ, анау өзін көтермелеп, өзінің кереметтігі мен даңқты тарихын өзгелер білмей қалама деп, қарадай қорқып қобалжып, кісіге жатып кеп шелтірейтіп, адамдардың қайта көңілі алаңға толып, өзі риза болмай, немесе өзін өзі қор санайтын сыңайы басым болады екен. Қарадай қауіп ойлап, қанағат таппай тұратын болса, сол адамдар өзіне өзі сенімін жояды. Сонымен басқалардың алқа үнімен таңдай қағып, тамсануының ішінен өз сенімін таппай болып жан таласады. Сөйтіп, өзінің өз қиялындағындай керемет екенін елге дәлелдей түскісі келеді. Асқақтаушылық, тоқмейілдік, паңдық, қалыпсыз психа тудырған құбылыстар.
Адамдар соншама нашар көрініп қана қалмай, жексұрын, сырқау, жай болып сезіледі. Қанағатшыл адамдарда кейде жаңсақ әсер береді. Айталық, бүгінгі қоғам атақ, ақша, оқық деп бәсекемен тайталасып жатыр. Бұған қолы жеткендер мұрынын шиырып кетпегендер, немесе шет жағалап қана жеткендер салыны суға кетіп жүр. Ал сен не бұған таласпайсың, не кейімейсің. Тіпті бұған бола біреуді мұқапта жатпайсың. Баяғыда мәз майрам күн кешіп жатасың. Сонда бәлкім біреулер сені көңілінде тілеу жоқ, мақсатсыз, қолынан іс келмес, қортық санап көзге ілмей жатуы да ғажап емес. Бірақ мұның қанша диаласы бар. Сенің кісілігің мен қабілетің бұған бола кеміп кете ме? Меніңше мұның жауабы жоқ. Олай емес. Қанағат, тоқырау, ұмтылмау немесе бәсекеден баз кешу дегенді білдірмейді. Қайта ол бір адамның өз болмысына, айналадағы дүние мен қоғамға көз қарасын ғана көрсетеді. Басқаша сөзбен айтқанда, өмірді әбден түсініп, жақсы мен жаманды танып білген жанның даңғыл санасы. Қанағатты білген адам ғана әмен көңілді бола алады. Біреумен өзін салыстырмай, өз ұстанымында қалып, елден озсам деді, қалсам қайтемін демей, көңіліне қалың күдік қаптатпаған адам ғана әр күнін шын мәнінде қамсыз көңілді өткізе алады. Қадірменді тыңдармандар, бүгінгі біздің «Қанағат қылсаң, көңілің сейіледі» атты әңгімеміз осымен аяқталды. Барлықтарыңызға қанағатшыл болайық, әр күнімізді мәнді де сәнді өткізейік дегім келеді. Өздеріңізге түртіп аларлықтай бір ой алады деген ойдамын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.